Сәлем достар, сіздермен бірге кино фан арнасы. Бүгінгі видеода 2018 жылы шыққан «Остров женщин» атты фильмге қысқаша шолу жасайтын боламыз. Егер дайын болсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Бұрынғы кездегі адамдар тынық мұхиттың бір жағасында тек қана әйелдер тұратын арал бар екенін айтқан. Адамдар оны Авергенский арал деп те атап кеткен. Халық сол аралдың әйелдері тұқымның арқасында 10 есе жай қартаятыны жайлы да сыбыс таратқан. Көптеген адамдар ол жерді тапқысы келген, бірақ ес-түссіз жоғалып қайтыс болған. Көбісі сол аралдың құпиясын ашқысы келеді. Соның ішінде мистер Сон атты кісі. Ол қартайтпайтын тұқымды алғысы келеді. Мистер Сон ол аралды табу үшін 10 экспедиция жүргізген, бірақ барлығы сәтсіз болады. Ван есімді жігіт радиодан мистер Сонның Вангерский аралына баратынын естиді. Бұл жігіт тек әйелдер тұратын аралды көргісі келеді. Ол аралды тапқан жалғыз адам Ванның әкесі еді. Ванның әкесі ол жерге барғаннан ес-түссіз ғайып болған. Ван ол аралдың әйелдері әкесін гипноздап алған деп ойлайды. Сонымен қоса ол әкесі ешқашан келмейді деп ойлайды. Ван мистер Соннан оны экспедицияға алуды өтінеді. Оның мақсаты әкесін табу немесе сол арал жайлы шындықтың бәрін ашу еді. Кемеге келген кезде жігіт Хинво есімді армияда бірге болған жігітті кездестіреді. Хинвоның бұл істе тәжірибесі мол. Хинво жігітпен бірге жүруді шешеді. Екеуі бірге қайыққа мінеді. Мистер Сонның бір адамы оларға GPS-ті беріп кетеді. Берген себебі, егер олар сол аралды табатын болса, қандай да бір белгіні беру үшін. Бірінші күні-ақ жігіттер қайықтың ішінде көңіл көтере бастайды. Бірақтан арада 2 ай өткеннен кейін олардың көңіл-күйі күрт түсіп кетеді. Тамақтары да таусыла бастайды. Қайықтың жол көрсету құралы да істен шыққан. Екі жігіт те картаны дұрыс білмегендіктен адаса бастайды. Қатты шаршаған Ван бір күні кеменің үстінде ұйықтап қалады. Ол бүкіл үмітін үзген еді. Бірақ кенеттен оның бетіне бірдеңе түскен сияқты болады. Көзін ашқан бойда ол топ болып ұшып жүрген құстарды көреді. Бұл жақын жерде аралдың бар екенін білдіреді. Бинокльмен жақынырақ көрген кезде Ван олар іздеп жүрген аралды тапқанын түсінеді. Аралды көріп шабыттары оянған жігіттер тезірек аралдың шетіне қарай қоныстағысы келеді. Бірақ өзендері қатты болады. Олар кемеден түсіп аралға дейін жалғыз келуге мәжбүр болады. Кенеттен көзін ашқан Ван қасында топ болып тұрған әйелдерді көреді. Жігіттер олармен бірге сөйлескісі келеді, бірақ олар ешқандай да жауап қайтармайды. Екі жігіт оларға таңғалып қарайды. Хинву өзін жақсырақ сезініп әйелдермен бірге сөйлеспекші болады. Жігіт қыздарға ұнаймын деп ойлайды, бірақ барлығы да керісінше жүреді. Қатты шулаған жігітті олар қауіп ретінде сезінеді. Сол себепті екеуін алып қыстаққа қарай барады. Оларды ағаш торға байлап тастайды. Бір кезде олардың жанына әйелдердің көшбасшысы келеді. Ол қатты таңғалып тұрғанын, сонымен қоса 500 жылда енді жігітті көріп тұрғанын айтады. Сонымен қоса екеуі де тәжірибесі бар қайықшы. Әйелдердің ешқайсысы жас 2 баланы кездестіремін деп ойламаған. Хинву бұл әйелдердің 500 жыл бойы өмір сүргеніне сенбейді, бірақ әйелдер оған жауап қайтармайды. Тек қана олардың бетіне үнсіз қарап тұрады. Әйелдер кеткен бойда Ван пышағын алып қашпақшы болады. Бірақ досы оған түнге қарай босап шығайық деп жоспар құрады. Екеуі жоспарлағандай түнде болады. Сол себепті олар қашып үлгереді. Бірақ олар аралдан кетудің орнына екіге бөлінеді. Хин аралдан шығатын жолды іздесе, Ван болса әйелдердің шын мәнінде бар екенін дәлелдейтін айғақ іздейді. Хин шыққан бойда әйелдердің құрған тұзағына түсіп қалады. Ал Ван болса әйелдердің көшбасшысының үйіне кіреді. Бірақ ол сол жердегі бір қыздың ванна қабылдайын деп жатқанын көреді. Бірақ Ванның қолынан оңайлықпен құтылып кету келмейді. Көшбасшының сіңлісі оны көріп қойып айқай салады. Аралдағы әйелдердің бәрі жетіп келеді. Ван көшбасшының алдына барған кезде көшбасшы оны жазаламақ болады. Егер қандай да бір жігіт әйелді жалаңаш көретін болса, оған қолданатын жаза біреу өлтіру болады. Кенеттен жараланған Хинву өзінің досын құтқару үшін келеді. Жігіт мүмкіндікті жіберіп алмас үшін өзінің күшін көрсетіп әйелдерге мақтанады. Бірақ әйелдер тек қана желкенеді. Барлық әйелдер көшбасшыдан екі жігіттің басын алуды сұрайды. Бірақ көшбасшыға олардың не үшін келгені қызық болады. Ван өзінің әкесі жайлы айтады. Көшбасшы оны танитын болып шығады. Көшбасшы да оның әкесін іздеп жүр екен. Егер оның әкесін табатын болса, баласымен бірге басын алатынын айтады. Бір кезде көшбасшы әйелдерге жігіттерді апарып, қасиетті ағаштың түбіне өртеуді бұйырады. Жігіттердің өтінішіне ешкім назар аудармайды. Бір кезде Ван тір жалаңаш көріп қойған қыз келеді. Ол Ванды тезірек өлтіргісі келетіндей түр жасайды. Бірақ ол қыз жіпті үзіп жібереді. Ол да бөтен адамдарды жақтырмайтынын, бірақ оның кесірінен біреу қайтыс болғанын қаламайтынын айтады. Бірақ бостандыққа шыққанына қарамастан жігіттер әйелдердің құрған тұзағына қайттан кіріп кетеді. Олар да қайтадан ағаштың түбіне өртемекші болады.
Барлық әйелдер екеуін жағып тастауға дайын. Кенеттен бір қыз өзенге батып, бүкіл әйелдерді алып кетеді. Жігіттерде қашып кетуге деген екінші мүмкіндік пайда болады. Жігіттер сәтті босап шығып қашып кетеді. Аралдың жағасына келіп, қай жерден қашатынын ойластырады. Бірақ Ван тоқтап, батып кеткен қызды құтқару керегін айтады. Ван болса қызды жағаға шығарады, ал Хин болса оған бірінші көмекті көрсетеді. Соның арқасында олар қызды аман-есен алып қалады. Жігіттерді қайттан ұстап алып кетеді, бірақ оларды байлап қоймайды. Олар құтқарған Шин есімді қыз көшбасшыларынан жігіттерді аман-есен сақтап қалуын сұрайды. Сонымен қоса Шинға ұнап қалған болып шығады. Көшбасшы оларды қонақ ретінде күтуге дайын. Бірақ әйелдердің біреуі келіп, қасиетті ағаштарды сындырып кеткенін баяндайды. Көшбасшы оларды қайттан жазаламақшы болады. Бірақ Шин мен Мун оларды аман-есен алып қалуды өтінеді. Көшбасшы оларды аман алып қалады, бірақ олар 3 айдың көлемінде қасиетті ағашты орнына келтіру керек. Егер жігіттер оны қалпына келтіре алмаса, оларды өлтіреді. Екеуі ағашты күйіктен тазартады. Сонымен қоса ағашты тірілтеміз деген оймен оған су жалғайды. Уақыт ішінде олар аралдың тұрмыс тіршілігіне үйренеді. Өзеннен үлкен балықтарды ұстай бастайды. Сонымен қатар әйелдерді егін шаруасына да үйрете бастайды. Екеуі аралдың адамдары секілді болып кетеді. Әйелдер оларға сене бастайды. Шин әлі де Хинға ұнау үшін тырысып жүреді. Ван болса GPS-ті қосу үшін интернет іздеп жүреді. Бірақ ол қыздың қасынан жылан өтіп бара жатқан көреді. Ван оны тез құтқарып алады. Қыздың есімі Мон. Қыз оған күліп қарайды, себебі жылан оған үй жануары секілді. Қасиетті ағаш жайлап өсе бастайды, сол себепті қыстақта сауық кешін жасайды. Ван қыздың билегеніне қарап, адамның қанша жыл өмір сүргені емес, сол жылды қалай өмір сүргені маңызды екенін түсінеді. Жігіт Мун үшін өзінің өмірін беру үшін де дайын екенін ұғынады. Сауық кеші біткеннен кейін жігіт Мунды жүріп қайтуға шақырады. Қыз оған өзінің тайпасына мұстандардан берілген оқиғаны айтпақшы болады. Шынында әйелдердің көшбасшысы мұстандардың немересі болған. Ол адамдардан қашу үшін қасиетті тұқымды алып аралға қарай кетеді. Тұқым оған шаруашылығының тез жүруіне, сонымен қоса жай қартаюына көмектескен. Азанда Мун жігітті әкесін көрген жерге апарады. Жігіт әкесінің аралда қалай өмір сүріп кеткенін жазған күнделігін табады. Күнделікте олар әкесін жылы қарсы алғанын, сол себепті бұл жерде ешкімге айтпағанын жазылған. Күнделікті оқыған кезде Ван GPS-ті құртпақшы болады, әйтпесе мистер Сон өзінің командасымен бірге аралға келуі мүмкін. Жігіттер GPS-ті сындырып тастайды, бірақ ол бәрібір де сигнал беріп тұрады. Екеуі әйелдердің көшбасшысына барып, жақын арада мистер Сон өзінің адамдарымен осы жерге келетінін баяндайды. Көшбасшыға олар әйелдерді алып бұл қыстақтан кетуін сұрайды. Бірақ көшбасшының басқа жоспарлары болады. Мистер Сонның адамдары келген кезде әйелдері оны жылы қарсы алып араққа тойдыртады. Олар масайып құлдыққа түседі. Адамдары келмей кеткен соң мистер Сон аралға өзі түспекші болады. Екі жігіт мистер Сонды қарсы алып алады. Сонымен қоса бұл аралда ешқандай әйелдер жоқ екенін де баяндайды. Мистер Сон жігіттердің оны алдап тұрғанын біліп қойып, әйелдермен бірге тұтқынға алады. Сон тұтқынға бүкіл әйелдерді алып көшбасшыларына бара жатады. Себебі ол жай қартайтатын тұқымды алғысы келеді. Джунглиға кірген сәтте қыздардың қолынан қашып кету келеді. Мистер Сон Ванның үстіне бомбаларды кигізіп қояды, себебі бірдеңе болатын болса оны жарып жіберуге дайын. Жігіт барлығы зардап шегейін деп тұрғанын түсінеді. Сол себепті ол мистер Сонды алып аралдың жағасына қарай шығады. Бірақ әйелдер Вонға көмектесу үшін келеді. Барлығы арпаласып жатқан кезде Вон білмей бомбаның кнопкасын басып жібереді. Бомбаның жарылуына небәрі 30 секунд қалады. Жігіт әйелдерді құтқару үшін не істеу керегін түсініп тұрады. Сол себепті ол өзенге қарай жүгіріп бара жатады. Өзенмен арпаласып бара жатқан кезде оның есіне тайпада қандай жағдай болғанын, сонымен қоса Монмен бірге қалай уақыт өткізгені есіне түседі. Күтпеген жерден жарылыс болады. Жағада тұрған әйелдердің барлығы жылайды. Кенеттен Вон көзін ашады. Джунгли оған өмір сүруге тағы да бір мүмкіндік береді. Осымен фильм аяқталады. Достар, фильм жайлы пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Сонымен қатар арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кинофан арнасы, барлықтарыңызға сау болыңыздар.